Орыстың жезөкшесі деді. Жолбарыс Сейфуллиннің әйелі бар шындықтың бетін ашты. Жолбарыс Сейфуллиннің әйелі желіде мәлімдеме жасап, өзінен 15 жас үлкен ажырасқан ер адамға тұрмысқа шығудың қаншалықты қиын болғаны туралы ашық жазба жариялады. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Оның айтуынша, қарым-қатынасының алғашқы жылдары қоғам тарапынан қатты сын мен қысымға тап болған. Қарапайым орыс жезөкшесі маған пікірлерде осылай жазатын. Мені қудалағанда, қарым-қатынасымды талқылағанда, мен ол кезде 20 жаста едім. Менің кармамда 2-6 саны, ал бұл өзіңе опасыздық жасау және махаббат үшбұрышына кіруге итермелейтін сынақ. Мен сол жолға түстім. Өзімнен 15 жас үлкен үйленген ер адаммен кездесе бастадым. Бұл әуелден сәтсіз аяқталатыны белгілі қарым-қатынас еді. Бірақ 20 жаста сен жетілген адамның ойымен ойламайсың. Сен тапшылық күйінен өмір сүресің. Жалғыз қалудан қорқасың. Қажетті әрі сүйікті болғың келеді. Мен бәрінен өттім. Оның бұрынғы әйелімен қақтығыс, айыптау, қысым, ішкі күйзелістер. Біз бірге 15 жыл өмір сүрдік. Көптеген бетбұрыс кезеңдер болды. Көп ауырсыну болды. Бірақ бақытты сәттерде аз емес еді. Әрқайсымыз өз бағымызды төледік. Неге аяқталған кезде мен алғаш рет өзіме шынайы сұрақ қойдым. Неге бәрі дәл осылай болды? Кім кінәлі емес? Неге сценарий осындай болды деген сұрақ. Жауабын қазір жұмыс істеп жүрген әдіс арқылы таптым. Мен өзімнің кармалық түйіндерімді көрдім. Қай жерде өзіме опасыздық жасағанымды түсіндім. Қай жерде қарым-қатынасқа ішкі тапшылықпен кіргенімді ұқтым. Өйткені күйеуім мені ханшайымдай көретін. Бұл ақталу емес, бұл түсіну. Қазір мен өзіме нені мүлде жасауға болмайтынын білемін. Өйткені өз жүйемді білемін. Әлсіз тұстарымды білемін. Мені теріс жолға не әкетуі мүмкін екенін түсінемін. Мені сөзбен сындырмақ болды. Бірақ мен аман қалдым. Өстім. Енді менің жаным бұрынғы тапшылық күйінде өмір сүрмейді. Мен мінсіз емеспін. Мен саналы адаммын. Сондықтан да басқа адамдарға сол бір сценарийлерді қайталамауға көмектесе аламын. Қадірлі көрермендер, Екатеринаның жазбасын оқығанда ең алдымен адамның ішкі жан айқайы сезіледі. Әлеуметтік желіде бәрі әдемі көрінгенімен, әр отбасының, әр адамның өз күресі бар емес пе? Ол 20 жасында өзінен 15 жас үлкен, бұрын үйленген адаммен қарым-қатынас бастағанын ашық айтып отыр. Ол кезде қоғам тарапынан ауыр сөздер естігенде жасырмайды. Шын айтқанда, біздің қоғамда мұндай жағдайлар жиі сынға ұшырайды. Әсіресе жас қыздың өзінен әлде қайда үлкен, ажырасқан немесе отбасылы ер адаммен бірге болуы көпшіліктің ашуын тудырады. Бірақ сырттан қарап баға беру оңай. Ал сол адамның ішінде не болып жатқанын ешкім толық білмейді. Меніңше, оның 20 жаста сен жетілген адамның ойымен ойламайсың деген сөзімен келісуге болатын сияқты. Жастық шақта көп нәрсе сезіммен шешіледі. Жалғыз қалудан қорқу, біреуге қажет болғың келу көп адамға таныс күй. Бұндайда ақылдан гөрі жүрек алға шығады. Әрине, отбасылы адаммен қарым-қатынас бастау оңай шешім емес. Оның салдары да ауыр болуы мүмкін. Ол өзі де соны мойындап отыр. Бұрынғы әйелімен қақтығыс, қоғамның қысымы, ішкі күйзеліс, бұның бәрі кез келген адамға ауыр тиеді. Сондықтан бұл жерде біреуді ақтау немесе кінәлау емес, өмірдің күрделілігін түсіну маңызды сияқты. Оның бұл ақталу емес, бұл түсіну деген ойда назар аударарлық. Көп адам ажырасқаннан кейін немесе қиын кезеңнен соң кім кінәлі деп іздеуі мүмкін. Ал ол неге сценарий осылай болды деп сұрақ қойғанын айтады. Бұл белгілі бір деңгейде өзін өзі талдау. Кармалық түйіндер деген ұғымға әркім әртүрлі қарайды. Біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ негізгі ой адамның өз қателігін көріп, сабақ алуы шығар. Қай жерде өзіне опасыздық жасағанын түсіну оңай нәрсе емес. Көп адам мұны мойындаудан қашады. Әлеуметтік желідегі ауыр сөздерге қарамастан мен аман қалдым, өстім деуі ішкі күштің белгісі шығар. Қоғамда біреудің жеке өмірін талқылау тез, ал қолдау көрсету сирек. Сондықтан бұндай оқиғалардан ең бастысы бір-бірімізге жеңіл үкім шығармауды үйрену сияқты. Әркім өз өмірінің жолын өзі өтеді.
әр шешімнің өз бағасы бар. Екатеринаның айтқаны біреуге сабақ, біреуге жай ғана оқиға болуы мүмкін. Бірақ жалпы алғанда бұл жазба адамдардың қателесуге де, түзелуге де құқығы бар екенін еске салады. Ең бастысы өткеннен қорытынды шығарып, алға қарай саналы қадам жасау.